Қарғалы аудандық орталық кітапханасында облыстық оқитын өлке акциясы аясында 2026 жылы Бәкір Тәжібаев пен Ертай Ашықбаевтың еңбектері тыңдап алынды. Бәкір Тәжібаев қазақ әдебиетінде өзіндік орны бар ақын, жазушы, драматург. Ол 1926 жылы 15 мамырда Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Ақбұлақ ауылында дүниеге келген. Өлеңдері әнге айналып, бүкіл қазақ даласына, тіпті шетелдегі қазақтар арасында кең таралған талант иесі. Ертай Ашықбаев қазақтың танымал ақыны, жазушы, балаларға арналған тақпақ пен өлеңдердің авторы. Ол 1956 жылы 24 сәуірде Ақтөбе облысы Темір ауданы Бабатай ауылында дүниеге келген. Оның тақпақтары мен өлеңдері мектеп оқушылары арасында танымал, көбі хрестоматия мен оқулықтарға енген. Оқитын өлке акциясы арқылы жергілікті авторлардың шығармаларын кеңінен таныту, оқырмандардың кітап оқуға деген сүйіспеншілігін арттыру көзделеді. Бұл бастама өңір мәдениетінің дамуына серпін беріп, оқырман мен автор арасындағы байланысты нығайта түседі.